У нас здесь Алимханов Мансур Сансызбайұлы, проректор по социально-культурному развитию. Хотелось бы вам тоже слово предоставить. У нас есть те вопросы, которые мне сейчас столичный центр отправляет в режиме онлайн времени. Ну и сразу я вам первый вопрос хотел бы задать. Должен ли вуз сам обеспечивать жильем студентов, или, может быть, это должно решать государство? Ваше мнение, как вообще в Сатпаев университете этот механизм проработан? Бізде жатақхана бөлу мәселесі ең бірінші ол ашық және әділдікті сақтау керек. Сонда ғана мына сұрақтар болмайды, туындамайды. Осыны қамтамасыз ету үшін біріншіден біз тек қана электронды түрде арыздарды қабылдадық биыл. Содан кейін орындарды бөлу мәселелерімен тек қана арнайы құрылған комиссия айналысты. Осы залдың ішінде ата-аналар түгелі, студенттер осында жиналып, солардың көзінше әрбір студенттің құжаттары қарастырылды. Осы комиссияның төрағасы проректор емес, осы комиссияның төрағасы студенттік декан. Өздері. Осы комиссияның мүшесінде әрине біздің тәрбие жөніндегі директордардың орынбасарлары бар. Ол институттардың орынбасарлары. Студенттер, бірақ төраға бол, студенттік декан. Ол студент. Залда отыр міне, Диас, өздеріңіз залдыңызда. Ол біріншіден ол әділдікті қамтамасыз етті. Келген адамдар көрді, біз осындағы орындарды түгелін бөліп атқан, ол мына арнайы жарияланған критериялармен. Осы критериялар ол бүкіл университеттерде бір. Ол бізге жалпы біздің министрлік сұнған критериялар. Әрине, бірінші кезекте біз бірінші курс студенттерін қамтамасыз етеміз. Себебі ол көбінесе кәмелет жасына толмаған балалар. Және де олар біздің осы кампуста орналасқан жатақханаларда орындарын алды. Себебі олар бірінші жылы Алматы қаласына келіп жатыр. Олар әлеуметтік жағын қаламен танысу көріп, үлкен қалаға көбінесе ауыл жақтан келіп жатыр. Сондықтан әлеуметтік адаптация ретінде олар осындай неге етіп отыр. Енді сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, университеттер қамтамасыз ете алады ма, жоқ па? Әрине, ол сұрақ өте күрделі болғандықтан, ол жүйелі түрде шешілу керек. Ол тек қана жалғыз университеттер қамтамасыз ете алмайды, шеше алмайды оны. Жалғыз мемлекет қамтамасыз ете алмайды, шеше алмайды. Жалғыз бизнес шеше алмайды. Осы мына бизнесті, университеттерді, үкіметті осы түгел бірігіп шешу амалдарын іздеу керекпіз. Кешегі, әріптесім айтқандай, кешегі жиналыста айтылғандай, бизнес дайын мысалы. Ол қол жетімді бағамен біз студенттерге береміз. Біз жерлеріміз бар дейді, салуға дайынбыз дейді. Және де осы қаржы орталығы арқылы механизмдарын қолдануға дайынбыз дейді. Көбінесе сұрақтар әкімшілікке болды, ол рұқсат құжаттарын тездету үшін. Әкімшілік айтты, әрбір бизнестің ұсынысын жеке-жеке қарастырады. Жеке-жеке. Әкімшілік, мысалы, жергілікті атқарушы органдар дайын неге. Енді Алматы қаласы, енді өздеріңіз білесіздер, ең үлкен қаламыз, және де осында келетін студенттердің санында әрине ең көп. Сонымен қатар, қазіргі оперативтік штаб бізде құрылған бізге белсенді жас кәсіпкерлер келе бастады. Олар айтады, біз тек қана студенттерге жалдауға беретін риэлтордармен жұмыс істейміз дейді. Бізде қол ұшымызды дайынбыз беруге дейді. Сондықтан қазір бір-екі жоспарымыз бар, арнайы приложение дайындауға. Енді ол өзінің техникалық университет болғандықтан біздің жастар, өздері студенттер, магистранттар өзге қолымызға аламыз деп жатыр. Келешекте көреміз енді. Құдай бұйырса, ол да бір инструмент ретінде пайдаланады.